Сәлеметсіздер ме, құрметті апайлар, балалар? Бүгін біз жақсылық жасау, мейірімді болу, тек қана жақсы сөздер айту тақырыбында кішігірім балабақшамыздың өз арасында жарыс өткіземіз және топтық ойындар өткіземіз. Бұл жерде бізде екі команда бар. Біріншісі балауса тобы, екіншісі балғын тобы. Кәнекей ортаға шығамыз. Командалар ортаға. Ал сіздерге бұл жарыстың бірінші қандай турдан өтетінін түсіндіре кетейін. Бүгінгі жарысымыз 4 турдан өтеді. Бірінші сурет салу тақырыбы қайырымдылық, мейірімділік тақырыбында плакатқа суретті салып, сол жерде араларыңыздан біреуіңіз шығып, сол тақырыпқа байланысты салған суреттеріңізді түсіндіріп бересіздер. Екіншісі, сіздерге екі түрлі тақырып беріледі, біреуін таңдап, соған байланысты командаларыңызбен ертегі ойластырып, осы жерде ертегі құрып бересіздер. Үшіншісі, логикалық сұрақтар қойылады, яғни ойдан құрастырылған, сіздердің логикалық жүйрік екендеріңізді көретін боламыз. Одан кейін төртіншісі, физикалық жаттығу ретінде бір жарыс болады. Оған балалар да, апайлар да қатысатын болады. Түсінікті ме сіздерге? Онда сіздерге сәттілік тілейміз. Ал балалар, бүгінгі біздің екі командамызға әділ қазылар алқасы ретінде Соня апайды шақырамыз, кәнекей. Сіздерге тақырып берілді, мейірімділік, қайырымдылық. Суретті бастай берсеңіздер болады. Оған дейін біздің Мурас тобының қыздары бір би билеп берсін, е? Ал балғын тобын тыңдаймыз, балалар кән? Айта беріңіз. Ал енді біз алдымызда келе жатқан көктем мезгілін бейнеленіп салдық. Көктем мезгілінде күн жарқырап шығады, бұлттар анық көрінеді. Ағашта жапырақтар бұршық ата бастайды ағаштар. Сол кезде Бағы мен Айсұлтан екеуі құстарға қамқорлық болсын деп, мейірімді болсын деп, ұя жасап, ұяларын ағашқа орнатып қойды. Сондықтан балалар көктемде жылы жаққа қарай құстар келеді, я балалар? Мінеке. Осы сияқты біз табиғатты аялап, қорғап, мінеке, мына жақта бізде бостан су ағып жатыр, гүлдер шыға бастайды. Көктемде жердің бәрі жап-жасыл шөптер шыға бастайды. Жарайсыздар, балалар, кәне шапалақ ұрамыз. Рахмет. Так, балалар, бастай беріңіздер. Даусын шығар. Қатты айтады. Міне,
балабақшаға Ленурды алып келе жатыр. Мынау не? Баста, жалғасы. Beni balabақшаға алып бара жатыр. Міне балабақшаға, иә, көрсетемін. Аха, мынау не? Күн. Күніміз жарқырап тұр, иә, балабақшада. Гүлдер өседі. Қазір қыс уақытында не істеп жатырмыз, Алинур? Ойнап, аққала жасап жатырмыз, иә? Сен балабақшаға не үшін келесің, айта ғой? Білім. Білім алсын. Келеміз. Тамаша, кәнекей балалар, шапалақ. Жарайсыздар, екі командаға да рахмет деп айтамыз. Ал балалар, тынышталамыз, кәнекей. Мына жерде бізде екі тақырып берілген. Бір-біреуден алып, оқып, соған байланысты бізге бір 2-3 минуттық қысқа ертегі ойлап, құрастырып, соны құрып беріңіздер. Ежеден тақырып алыңыздар. Yazық болады. Жасау дейді. Әнеке тақырып тоқып бере салыңызшы. Жақсылық жасау. Жақсылық жасау сіздерде уәдеде тұру дейді. Ал сіздерге ойланып, ақылдасуға 2-3 минут береміз. Біздің балаусат командасы дайын екен, осы топтың ертегісін тамашалаймыз. Балалар тыныш отырамыз. Кеттік. Ертеде бір тышқан мен арыстан болыпты. Бұл жақсылық жасау ертегісі болғандықтан тышқан арыстанға жақсылық жасайды. Арыстан демалып жатыпты орманда. Чек деп қарсайшы. Мұрынын ұстап, құлағын ұстап. Балалар тыныш. Бекнұр. Тышқан арыстанға маза бермейді. Арыстан болса демалып жатыпты. Сөйтіп, тышқанды арыстан ұстап алыпты. Қаттырақ сөйлеңіздер, шапайлар. Қатты сөйлейді. Бағдәулет айт. Айтшы, мен сен жеймін. Мен саған бір жақсылығым болады. Мен болса үлкенмін. Ашен кішанқайсың. Сөйтіп, арыстан тышқанға жаны ашып, тышқанды жібере салыпты. Күндердің күнінде жатты. Күндердің күнінде арыстан орманда келе жатып, торға түсіп қалыпты. Тағы да тышқан келіпті, қыдырып жүріп. Тексерші, қатты шығарда olsun. Сен арыстан мен саған көмектесейін ба? Жібін шеше қой, аяғындағы. Сөйтіп, арыстанға тышқан көмектесіп, жақсылық жасап қайтадан екеуі дос болған екен. Жарайсыздар, тамаша, шапалақ. Енді балғын тобының ертегісін тамашалаймыз. Ал ертеде мақтағыз бен мысық ертегісі өтті. Бір күндердің күнде мақтағыз үйін сыпырып жүріп, бір мейіз тауып апты. Сөйтіп? Сөйтіп мысық келмей қойыпты. Содан мақтағыз мейізді өзі жеп қойыпты. Жеп болған соң мысығы барыпты. Неге шақырды? Мақтағыз үндемей қояды. Мысық бірнеше рет сұрайды. Мақтағыз үндемей қояды. Сөйтіп, мысық мақтағыздың қатығын төгіп жүреді. Мысық төгіп қойды. Қатықты төгіп. Ал мақтағыз мысықтың құйрығын
kesip aladi. Söйтіп, мысық айта қой, құйрығыңды берішті. Мақтағыз десеш. Шығады аушыны бағым. Қатыға кеп бер. Қатыға кеттен, сосын құйрығымды берді. Сөйтіп, мысық сиырға барады. Қара ғой, сиыр. Қатты айтасың. Сен маған не? Сөйтіп, мысық ағашқа барады. Келе қой ағашқа. Ағаш қозғалып тұр. Ағаш. Тұрыш. Мен шөлдеп тұрмын. Сөйтіп, кел, мысық қызарға келеді екенбіз. Келе қой. Қыздар су берішті. Біз сағыз шайнағымыз келіп тұр. Бізге сағыздан кеп берсе, саған береміз. Мен дүкенші болам, кел. Дүкенші де. Жұмыртқа. Маған жұмыртқа кеп берсе, мен саған сағыз беремін. Сөйтіп, мысық тауыққа барады. Тауық боламыз. Кел, тауыққа кел. Тауық. Сен маған жемәтек бидай төлеп. Сөйтіп, мысық енді бидайды қайдан алып деп тұрған кезде нәжіліктеп ұшқан, інін ғазып жатады. Інін ғазып жатқан ұшқанды мысық жайлап бар, бас салып ұстап алады. Жаның барында айтауық, жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге келе қой. Дүкенші сағыз береді. Сағызда барып, қыздарға береді. Қыздар су береді. Суда барып, сиырға бересің. Сиырға бере қой. Сиыр қатығын береді. Қатығы ала қой, қатықты алып, мақтағызға бара қой. Мақтағызға бара. Асылы мақтағызға бара қой. Сөйтіп, мақтағыз бен мысық екеуі қайтадан дос болыпты. Осылай бәрі уәде. Бір-біріне уәде беріп, екеуі достасыпты. Жарайсыздар, тамаша! Келесі логикалық сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарға жауап беріңіздер. Жылдам жауап беру керек. Бірінші сұрақ. Қандай ыдыстан су ішуге болмайды? Дұрыс емес, тағы да. Сынған? Судан. Дұрыс. Балғын тобы, жаным. Қандай затты сындырмай қолдануға болмайды? Қандай затты сындырмасаң, оны қолдануға болмайды? Сындыру керек. Дұрыс. Балон сатуында 1 балл. Қай өзенде су болмайды? Қай өзенде су болмайды? Балалар, тұрыш. Тыныш балар. Тағы да вариант. Соның тағы да. Айналасынан іздесеңдер, домалақтың айналасынан. Жақсы, кеттік. Жауабын өзім айтам. Картада. 0 апай болады. Так, қанша жүгірсең де құтыла алмайсың. Бірінші мыналар айтты, балғын. Тілі бар, бірақ сөйлемейді. Тілі бар, бірақ сөйлемейді. Так, балар түш. Логика сұрақ қой. Сол сияқты заттар да, зат. Компьютер. Телефон.
Болды, жауабын өзім айтайын. Сағат. Так, өзі дөңгелек, бірақ домаламайды. Жоқ. Соған ұқсайды. Өз дөңгелек, бірақ домаламайды. Дұрыс. Ұшады, бірақ қанаты жоқ. Қанаты жоқ дейді, ұшады бірақ. Жел, дұрыс, баламсада. Қолмен ұстай алмайсың, бірақ бәрін көрсетеді. Бала тыныш, апайлар айтады қазір. Айна ұстаймыз ба? Так, жауабын өзім айтайын. Жарық. Қатты дыбыс шығарады, бірақ аузы жоқ. Қатты дыбыс шығарады деп тұр ғой. Радио. Қатты дыбыс шығарады, бірақ аузы жоқ. Так, баладыш. Бар ма жауап? Жауап жоқ. Жауап. Қоңырау. Соңғы сұрақ. Қандай адам ешқашан қартаймайды? Жоқ. Логикалық сұрақ. А? Жоқ. Жоқ. Жауап жоқ па? Жауап жоқ па? Паспорттағы адам. Шарты бойынша қасықты тістеп, допты түсірмей, мына жерде столды айналып, барлық команда жүгіріп шығу керек. Жылдамдық жүгіру керек, да? Бастаймыз, кеттік. Апай, түспейді, тез-тез болыңыздар. Тез-тез. Жақсы. Тыныш отырамыз, балалар. Болды.
Баласа тобы 34 ұпай. Алтын тобы 31. Тамаша. Баласа тобы жеңді. Ел